Көпшілік есік сатып алып отырғанда сыртқы көрінісіне қарап, қаммесі бірдей деп ойлайды. Есік сатып алып отырғанда ең ахметлі 4 нәрсені айтып беремін. Ең біріншісі, есіктің салмағына қарау керек. Егер олар штапиклі, престиж есіктер болатын болса, есіктің құры өзі кемінде 28-30 кг шығу керек. Егер премиум есік болатын болса, салмағы кемінде есіктің өзі 38-40 кг болу керек. Екіншісі, наличникке этибар қарату керек. Себебі наличник есіктің көркін ашатын предметтерден бірі болып есептелінеді. Оның қалыңлығы 16 мм, ені 10 см-ден төмен болмау керек. Әлбетте, наличник телескопический болу керек. Бұл сіздің оқ атпау үшін жүді ахметлі. Үшінші этибар қарататыңыз деталымыз бұл корона болып есептелінеді. Корона есікті бұл үлкен һәм сұлу көрсетіп тұратын детал болып есептелінеді. Корона осындай кішігірім сұлу детал болу керек, олар қиыр-шиырықлы үлкен болмасын. Төртінші этибар қарататын деталымыз бұл коробка есептелінеді. Коробка имкан қадар сом МДФ-тен болса, бұл есіктің еледе жақсы ұзақ қызмет қылуына себеп болады. Кейінгі видеоларымызда есікке қандай краска істету хақында сөйлесеміз. Есік таңдауда осындай пайдалы мағлұматларды өткеріп жібермеу үшін біздерге подписаться қылуды ұмытпаңыз.